Сәлеметсіздер ме? Тағдыр жол атты каналдың құрметті тыңдармандары. Өмірде болған шынайы оқиғалар мен әсерлі әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, міндетті түрде арнаға жазыла кетіңіздер. Шағын ғана қаланың қақ ортасында тұратын Айдана ауылдан көшіп келгеніне немене 2-3 ай болып қалды. 5 қабатты үйдің 3-ші қабатынан тіркеніп жүріп, ақша жинап сатып алған. Көршілерін әлі толық тани қойған жоқ. Оған да өз себебі бар. Тұрғаннан жұмысқа кетеді. Кешке жетемін дегенше күздің суық күндері күн қысқарған қараңғы түседі. Пәтеріне бір кіріп алған адам бұл жерде қайтып сыртқа шыққың да келмейді екен. Содан күндер жылжып өтіп жатты. Айдана 1-ші сыныпта оқитын ұлымен ғана тұрады. Күйеуімен ажырасып, дау-жанжал көрмеген жоқ. Қызына жаны ашса керек, әкесі осы пәтерді алуына көмектескен. Енді ұлы екеуі ғана тұрып жатқан жайы бар. Бір жақсысы жұмыссыз емес, айлық жалақысы да жақсы. Өмірі дұрысталып, өз арнасына түскен сияқты. Жан-жағына қарамай, айналасындағы дүниеге мән бермейтін әдеті бар. Онысы жақсы ма, жаман ба белгісіз. Бір күні подъезге кіре берісте: «Сіңлім, тоқташы, осы жерден күнде өтесің, адамға сәлем бермейсің, танысайық та», дейді біреу. Қараса шынымен байқамапты. Жасы 30-дан асқан, шашын желке тұсына түйе салған, сидиған ұзын бойлы сары әйел тұр. «Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, байқамадым», деді іркіліп. «Мен осы подъезде 2-ші қабатта тұрамын. Көршіміз, таныс болайық. Жұмакүл», деді қолын созып. «Айдана», деді басқа не айтарын білмей. «Бір үйде тұрған соң таныс болғанымыз дұрыс қой, амандасып тұрғанға», деді кетіп қалама дегендей тезірек сөйлеп. «Иә, танысқаныма қуаныштымын», деп кетуге ыңғайлана беріп еді. «Кешке бос болсаң үйге кел, бір шай ішейік, жақсырақ танысамыз», деді. «Ыңғайы болса көрейін», деп жоғары көтеріліп кете берді. Көршімен танысқанына қандай баға берерін түсінбеді. Көрші ұнамай қалған еді. Өзіне тартымы жоқ па, есігін ашып үйге кіргеннен ұмытып кетті. 2-3 күн өткен соң демалыс күндері болса керек, терезеден жай ғана қарай салған. Сол Жұмакүлдің подъезден мүгедектер креслосында отырған бір қарт апаны шығарғанын көріп қалды. Жолдан өткізіп барып тоқтады да апаға бірдеңке деді. Өзі қайта үйге кірмей кетіп қалды. Бұл көрініске мән бермеген Айдана үйдің тірлігін істеп жүре берді. Біраз уақыт өткен соң күннің райы бұзылып, себелеп жаңбыр жауа бастады. Тіпті аспан бұлттанып, күннің көзі көрінбей, бөлме іші қараңғылана түсті. Пердені түрмекші болып терезеге келген Айдана жаңбыр астында креслода отырған апаны көрді. Жаурап қалған сияқты, бүрісіп алған. «Әлі келмеген бе?» деп таңғала қарады. «Неге отыр? Өзі қозғала алмайды ма?» деп ойлағанша жаңбырдың күшейгенін байқады. Иығына курткасын іле сала далаға жүгірді. Апаның қасына барып: «Апа, жауын астында неге отырсыз? Кірмейсіз бе?» деді. «Мына құрғыр жүрмейді», деп креслоның дөңгелегін түрткендей болды. Айдана креслоны итеріп подъезге кіргізді. «Нешінші пәтерде тұрасыз?» деді үсті су болған апаға. «2-ші қабатта тұрамын». «Рахмет қызым, үйде ешкім жоқ. Үйге бәрібір кіре алмаймын. Келін бағана кетіп қалған. Қашан келетінін білмеймін», деді қария иектері кемсеңдеп. «Жер үй болса бірдеңке қылып кіргізер еді. Мына сатылармен қалай шығармақ 2-ші қабатқа?» ойланып тұрып қалды. Айдананың қиналып тұрғанын көрген қарт ана: «Келінім келіп қалар, маған алаңдамай-ақ қой, бара бер, рахмет саған. Енді су болмаймын ғой, балаңның қызығын көр, қарағым», деді. Тастап кетуге ыңғайсызданып тұрған Айдана: «Жарайды онда, келіп қалар», деді де жоғары көтеріліп кетті. Арада 2-3 сағаттай уақыт өтті. Кеш болып барады. Күннің суығы мынау. Айдана қайтадан сыртқа шығып төмен қарай қарады. Апа әлі отыр. «Мұнысы нес? Қарт кісіні жалғыз тастап қайда жүр? Жаурапта қалған шығар». Апа да үнсіз отыр. Қолдарын жыбырлатып қояды. Айдана ішке кіріп кетті. Өзінен басқа ешкім бұл үйдің тұрғындары апаға қарамайтын сияқты. 1 сағаттай уақыт өткен соң қайтадан шықты. Төмен қараса, апа жоқ екен. «Келген шығар, барып сұрасам ба екен?»
Келесі күні шыдамады. Жұмыстан келе жатып, Жұмакүлдің пәтерінің қоңырауын соқты. Есікті ашқан Жұмакүл: «Ой, сәлем, кел кір», деді артқа шегініп. Ішке кірген Айдана көздерімен қарт апаны іздеді. «Апа қалай? Ауырып қалмады ма?» «Жоға, неге ауырады? Жақсы, бөлмесінде», деді. Ауырмаса болды. Кеше жауында далада көп отырып қалды. Сонша неге кешіктің?» «Ой, бір жұмыстарым бітпей жүріп қалдым. Саған рахмет, ішке кіргізіп кетіпсің ғой». «Енең ба?» деді сыбырлап сөйлеп. «Иә, күйеуімнің маған тастап кеткен сыйы. Күйеуім жаман аурудан асқынып кетіп, о дүниеге кеткеніне 3 жыл болды. Құдай бізге бала бермеді. Есесіне мына кемпірді бала қылып бағып отырмын», деді, жақтырмаған кейіп танытып. Аянышты екен. Несі аянышты? Отыр ғой күн ұзақ, басыма пәле болып. Айдана Жұмакүлдің даусын бәсеңдетпей, әдейі естісін дегендей бар даусымен сөйлегеніне таң қалды. Кімге жаны ашырын білмей үйіне қайта қайтты. Сол оқиғадан кейін апаны қайтып көрмеді. Күз артынан қыс болды. Қыс айларында баласымен ауылға бір барып келгені болмаса, үйден шықпайды. Жұмыстан келіп, жоғары көтеріліп бара жатқан. Алдынан Жұмакүл шықты. Амандық сұрасып болған соң: «Айдана, мен жұмыстан шипайжайға жолдам алдым. Бірақ енемді кімге тастарымды білмей отырмын», деді. «Басқа балалары, бауырлары, туысқандары жоқ па?» «Жалғыз бір сіңлісі бар. Оның өзі оңтүстікте тұрады. Екеуі 10 жылда бір кездесіп тұрады. Басқа ешкімі жоқ. Сен маған көмектесе аласың ба?» деді қиылып. «1 апта ғана. Келіп тамағын істеп беріп тұрсаң болды. Ауырып қалса қайтемін?» «Ауырмайды, қорықпа. Денсаулығы мықты енемнің», деп қиылып тұрып алған соң келіседі. Алғаш 3 күнде келіп тамағын істеп кетіп жүреді. Одан басқа өзінде де уақыт жоқ. 4-ші күні шайын жасап беріп, қасында біраз отырды. Апаның өзі де мінезі тұйық адам екен. Көп сөйлемейді. Артық әңгімесі жоқ. Айдана есіктен шығып бара жатқанда жәутеңдеп артынан қарап отырады. Күн ұзақ бір үйде жалғыз өзі үнсіз отыратын болған соң зерігетін шығар. 4-ші күні Айдананың көзіне апаның бір түрлі болып көрінді. «Ол енді келмейді. Тастап кетті», деді даусы дірілдеп. Ештеңені түсінбеген Айдана: «Неге олай дедіңіз, апа?» деп таңғала қарады. «Жұмакүлді айтам, мені тастап кетті. Тағдырдың маңдайыма жазғаны осы шығар. Жалғыздықта өлемін енді», деп кемсеңдеп жылады. Айдананың денесі тоңазып кетті. Жаны ашып, жұбататын сөз таппады. Шай тамағын беріп болып, үйіне қайтты. Баласы үйде жалғыз отыр. Соған алаңдап асықты. Келесі келгенде баласын ала келді. Тамағын беріп, қызылдап шайын құйып отыр. «Бұл кемпір состиып, неге жалғыз отыр дейтін шығарсың», деді Айданаға қарап. «Жоға, алаңдамаңыз. Жаратқан ием, өткен өміріме өкінбеймін. Мен бақытты өмір сүрдім», деп біраз үнсіз қарап отырды. Алдындағы шайын ішіп болып: «Бүгін балаңды алып келіпсің. Соған қарағанда асықпайын дедің ғой деймін». «Мазасыз бала. Үйде бірдеңке бүлдіріп қояма деп алаңдап отырамын», деді. «Әкелгенің жақсы болды. Саған әңгімемді айтып берейін», деді. «Мен жақсы, ауқатты отбасынан шыққан адаммын. Әкем өмір бақи қызметте болды. Анам балалармен үйде отырды. 1 ұл, 2 қыз болдық. Ештеңкеден тарылмай ерке өскендігі болса керек. Оқуды бітіргеннен кейін де адам менсінбей шолжаңдап біраз жүрдім. Тұрмысқа әйтеуір 35 жасымда шықтым. Онда да күйеуімді менсінбейтінмін. Ұлды болдық. Жарасымды ермек қылып, күйеуіме мән бермейтінмін. Әкемнің арқасында мен де жақсы жерде қызмет істедім. Сол себепті болар, ата-енеммен тұрмай бөлек шығып алдым. Өзімді бақыттымын деп жүргенімде, балам 15 жасқа толғанда күйеуім мені тастап кетті. Сондағы айтқаны: «Сенен шаршап кеттім. Мына үйде екінші адам болғым келмейді», деді. Оған енді не дейін, барлығына өзім кінәлімін. Кейін 1-2 қызы бар әйелге үйленіп алды деп естідім. Балам әкесінің тастап кеткеніне қатты арланды.